Құрметті достар, біз дәл қазір сайысымыздың ең қызықты да орта тұсына келіп жеттік, яғни үшінші кезең. Бұл кезеңде біздің қатысушыларымыз арнайы тоқ сымдары жүретін кабель арналарын тоқитын болады. Дұрыс айтасың, Қасиет. Жалпы бұл сайыста біздің барлық қатысушыларымыз нағыз электрик десе де, берілген тапсырмаларды орындау үшін жауапкершілік, дәлдік, тәжірибелік керек. Дұрыс айтасыз. Менде дәл қазір бір қызықты факт болып тұр. Адамның жүрегі минутына 1 ватт қуат бөледі екен. Мәссаған. Яғни сонда біз әрқайсымыз кішкентай аккумуляторымыз деп алсақ та болады екен. Ал біздің зарядымыз ұйқымен, кофемен зарядталады екен. Десе де, Қасиет, мен бұған келіспеймін. Өйткені көпшілік адамдар таңғы уақытта 10% энергияға толы болып жүреді. Ал кейбіреуден сұрасаң, менің энергиям жоқ дейді. Бұл негізі нағыз мотивацияның жоқтығы ғой. Дұрыс айтасыз, энергия демекші, тағы бір қызықты факт айтып жібере салайын. Жалпы әлемдегі ең алғашқы энергия қуатын 1800 жылы итальяндық Александро Вольта деген кісі ойлап тапқан екен. Соның құрметіне вольт өлшем бірлігі пайда болған. Ендеше, құрметті көрермен, біз үшінші кезеңімізді бастаймыз. Құрметті көрермен, біз дәл қазір 2 кезеңді артта қалдырып, 3-ші кезеңді бастағалы тұрмыз. 3-ші кезеңімізді бастамас бұрын кезеңіміздің ережелерімен таныстыру үшін Бахадыр мырза өзіңіз қысқаша айтып өтсеңіз. Бұл жерде ережелері жаңағы бір жылалы ПВС кабелімізді автоматқа жалғап, автоматтан чөчікке, чөчіктен АВР автоматқа тартып, одан кейін мына екінші жәшікке тартып, бұл жерде яғни кабельдерді орнықты жүргізу. Ал бұнда қазір 2 сым тұр, бірі жіңішке, бірі жуан. Оның қандай ерекшеліктері бар? Бұл ерекшелігі жаңа ақ ПВС кабеліміз кішкене қалыңдау, 2,5-дық, одан кейінгісі 1,5-дық кабель. Ол жаңағыдай лампочкаға, включательдерге баратын кабеліміз. Ендеше қатысушыларымызға ереже түсінікті ма қатысушылар? Түсінікті болса, ендеше сайысымызды бастаймыз. Сайысымыздың ең жауапты кезегіне де келіп жеттік. Қатысушыларымыздың бойында аздап қобалжу бар секілді. Өздерінен сұрайық. Досжан, жалпы жұмыс барысы қалай жүріп жатыр? Өте керемет, ойдағыдай жүріп жатыр. Дәл қазір менде бір сұрақ болып тұр. Мынау жуан сым мен мында тұрған жіңішке сымның айырмашылығы қандай? Мына жуан сым, яғни бұның размері 2:5. 2:5 тек чөчіктер мен автоматтарға, яғни қатты келетін жерге ғана қойылады. Ал 1:5 осындай включательдарға, светлі лампаларға қойылады. Ал енді мен жаңа байқап тұрдым, сен сәл абыржып қобалжып қалдың. Оған не себеп? Бір жерден бір қателік жіберіп қойдың ба? Автоматтан чөчікке жалғайтын сымды сәл қысқа қойдым. Содан қателесіп қалдым. Ол қысқа қалған зиян ба негізі? Негізі зиян емес, бірақ жетпей қалады да, ара қашықтығы үлкен болғандықтан. Сосын ауыстырдым. Жақсы, ендеше сәттілік саған. Мұхаммед, жалпы қазір жұмыс барысы қалай болып жатыр? Сен қолың кедергі келтіріп жатқан жоқ па жұмыс жасауға? Бәрі жақсы, жоқ, кедергі келтіріп жатқан жоқ. Енді саған бір сұрақ. Бұнда қазір сымдар тұр. Осы сымдардың кенеттен біреуін абайсызда ауыстырып алған жағдайда бұл жерде не болады? Қосандықтар дұрыс жұмыс істемей қалады, замекене болуы мүмкін. Яғни сымдарды мұқият қадағалау керек қой. Мұқият қадағалау керек. Сен қазір бұл жерде тағы да мынау кеңсе пышағы қолданады екенсің. Қазір саған кішкене қорыққан жоқсың ба бұл заттан? Жоқ, қорыққан жоқ, не қателім қайталамын. Бұл сала ұқыпсыздықты кешірмейді. Оқыс жағдайдан кейін қауіпсіздік ережесі қалай сақталып жатыр екен? Қауіпсіздік ережелерді сақтап жұмыс істеп жатсың ба? Енді менде сұрақ, сен қазір мына жуан сымды алып кеп, мына құрылғыға жалғап жатсың, және де мына құрылғыға. Неге бұл жуан сым ол екеуіне жалғанған, басқаларына жалғанбаған? Бізге столбыдан өте көп мөлшерде тоқ көзі келеді. Ол тоқ көзін көтеру үшін бізге қалың сымдар керек болады. Айта бер. Столбыдан тоқ келіп, неге автоматқа түседі. Ол автоматтан біз сымды алып, чөчікке жалғаймыз. Бұл чөчікке жалғауымыз себебіміз, біз өзіміздің қолданған энергияның қандай санап, заңды пайдалануымыз керек.
Ал енді қарап тұрсам, дәл мынау столбыдан тоқ келетін құрылғының сыртында қорабы бар. Дәл сондай құрылғы мынаның ішінде де тұр. Оған неге сыртында қорабы жоқ, оның неге сыртында қорабы бар? Мынаның қорабында арнайы өзінің пломбаға арнап несі орын тұр. Оған біз пломба қойып қояды. Себебі? Себебі андай тоқты заңсыз пайдаланбау үшін. Ержігіт, жалпы көңіл күй қалай? Өте жақсы. Жұмыс барысы қалай жүріп жатыр? Жақсы, өте жақсы. Енді мен басқа да қатысушылардан сұрап келдім. Жаңа маған өзге қатысушылардан бұл екі құрылғының жұмысын мен түсініп келдім. Ал енді маған қызық болып тұрған дәл қазір мынау. Мұнда неге үшеуі орналасқан? Бұның қызметі қандай? Бұның қызметі мынау мысалы кухня, мынау балалар бөлмесі, тағы басқа да бөлмелерге кетеді. Яғни бұл әр бөлмеге жіберілетін электр Автомат. қуаты. Иә. Автомат. Ал жарайды, бұл үшеуі бұл бөлменің санына қарап көбейе береді ғой. Иә. Ал жалпы мынау тұрған бұйым бұл қандай зат? Бұл перемешка. Иә, оның қызметі қандай? Бұның қызметі автоматтан автоматқа тоқты өткізеді. Валерийге қазақ тілінде сөйлеу қиындық туғызды ма? Бұл кезеңде біздің сұрақтарымызға орысша жауап берді. Валерий, мына сым неге өзгелерден қарағанда басқаша? Түсі ала екен, бұл неліктен? Это потому что это заземление. Вот. Здесь стоит шина, от столба идет она снаружи. Ты вот так делаешь ее, подключаешь и ведешь вот сюда, она может до 230 метров идти, до 20-30. И вот тут шина есть, это видно. Дома заземление уходит. Қосасың, үйге барады, ток ұрады. Үш кезең бойынша доспыз деп дес бермей келген үміткерлердің арасында бақталастық оянды ма? Басқа қатысушылардың жұмысын өте жақсы деп бағалаймын. Өйткені біз бәріміз екінші курс студенті болғаннан кейін біз бүкілімізде бірдей білім бар деп ойлаймын. Оларда өте жоғары дайындалған, оларды біледі, бәріміз бір қатарда оқығандықтан білмеймін, мен енді Өте жақсы жұмыс жасады ғой. Қасымдағы қарсыластарым менен жылдамырақ әрі тез істеді. Мен баяу істеу себебім қауіпсіздік ережесін сақтап, ақырын және ұқып істеу. Рядом друзья сделали быстрее, чем я, но хорошо. Я немного опоздал по времени, но все закончил до конца. Осынша қиындықты еңсерген қатысушыларымыз болашақта бұл саланы әрі қарай жалғастырады ма екен? бұл саланы болашақта әрине жалғастырғым келеді. Өйткені бұл мамандық қазіргі таңда өте сұранысқа ие және тапшы мамандықтардың бірі. Сондықтан бұл мамандықтың келешегі өте жоғары. Болашақта осы электрик мамандығын жалғастырамын деген үміттемін. Себебі бұл мамандық маған жастайымнан қызық болып, өзіме ұнайды. Электрик мамандығы қазіргі таңда қоғамда өте сұранысқа ие. Себебі қазіргі көптеген техникалар, тағы да көптеген заттар электр техникасы арқылы жұмыс жасайды. Болашақта өзім осы мамандықты жалғастырғым келеді. Себебі бұл электромонтер несі сұранысқа өте ие. Жұмыс та көп болған. Себебі заман дамып келе жатыр. Күннен күнге жаңа технологиялар шығып, бұл мамандық сұранысқа өте ие. Болашақта электрик саласын жалғастырамын, әрі дамытқым келеді. Да, я хочу работать электриком, потому что мне эта профессия очень нравится и к ней есть интерес. Эта профессия очень востребована, но на нее не так много желающих.
іштегі сезімім осы жарыстан ұтып ақшаны еншілемсем дедім. Мен бұл жүлдені жарыстан ұтып алған жағдайда ата-анама беріп қуантсам ба дедім. Өзім енді жеңіске жетемін деген ойдамын. Мен осы сайыста жеңіп алсам, ол жағын енді алдағы уақытта көре жатармыз, әлі ойланбадым оны. Мен бұл сайысты жеңіп алсам, ол жүлдені үйімдегілерге қатысушыларға сәттілік тілеймін. Жалпы жүлдені жеңіп алсам, осы колледжге қалдырамын. Кабинет жөндеп, заттар алып, керек жарақтың бәрін алып, бірге топ болып үйреніп, алдыға дамып, солай. Если я выиграю, то половину я дам семье, а половину в копилку. Көз қорқақ қол батыр демекші лезде үшінші кезеңді де аяқтадық. Тәлімгер мен үміткерлердің пікірін тыңдайық. Үшінші кезеңімізде мәресіне жетті. Енді мына үшінші кезеңімізді айта кететін болсақ, енді бұл жерде кабельдік желілерді орнықтырып, жабдықтарға жалғап, жаңа включательдерге, автоматтарға және распред коробкаға жалғап шығу керек болатын. Бұл жерде студенттеріміз жақсы атқарып шықты. Енді арнайы бөлінген уақыты 1 сағатқа болатын. Енді бұл жерде кішкене асып кеткендер де болды, уақытылы орындағандар да болды. Енді барлығында негізі жобасы бар, ойдағыдай бәрінің қолынан келеді екен. Үшінші кезең айтарлықтай оңай болған жоқ. Біз бұл кезеңде сымдар жалғадық, және мен өте қатты ашуландым, өйткені шатасып кеттім. Әсіресе қиындау болды. Үшінші кезең, алдағы кезеңдер сәл қиындау болды. Үшінші кезең бізде сым жалғау болды. Одан маған қиын болғаны, таратқыштағы сымдарды бір-біріне жалғауда сәл-сәл шатасып қалдым. Үшінші кезең өте жақсы өтті. Алдынан бірінші, екінші кезеңге қарағанда тағы қиынырақ болды. Сымдармен, тоқтармен жұмыс жасадық. Оларда қателік кетсе, автомат кеп кетеді. Бірде жұмыс жасадық деп ойлаймын, бірақ мен уақытынан кішкене артта қалып кеттім. Өте баяу қимылдадым, сосын қарсыластардан қалып кеттім. Үшінші кезең өте керемет өтті. Бірінші мен екінші кезеңге қарағанда тағы қиынырақ болды. Ол кезде сымдармен жұмыс жасадық, ода қателік жасасаң автомат кеп кетеді, өрт шығуы мүмкін. Үшінші кезең алдыңғы кезеңге қарағанда оңайырақ өтті. Себебі бұл тек сым арқылы жалғанып өткеннен кейін оңайырақ болды алдыңғы кезеңге қарағанда. Третий раз мы соединяли провода между собой, чтобы через них проходил ток и работало все. Бұл сайыстан өзімнің ерекше қасиетін байқамадым. Керісінше көп ашуланып, көп нервный болып кеттім. Өйткені көп шатасым, көп қателестім, бірақ бәрінен өсіп бірінші болып істедім. Сымдардың бұл кезеңде қате жіберуге мүлде болмады. Өйткені сымдарды қате жалғаса, қысқа тұйықталу болып, өртке немесе адамды тоғыру сияқты қауіпті болуы мүмкін. Мен өзім ашуымда теориялық бағытта ағай үйреткен білімдерін есіме түсіріп, соларды есіме түсіріп ашуым басып істедім. Мен бұл сайыста өте баяу қимылдадым, және содан қарсыластардан қалып кеттім. Құрметті достар, біз дәл қазір үшінші кезеңімізді аяқтадық. Қатысушыларымыз бұл кезеңде арнайы тоқ сымдары жүретін кабель арналарының ішіне сымдарды жүргізіп, құрылғыларды толығымен электр қуатымен жабдықтады. Дұрыс айтасың, Қасет. Жалпы барлық қатысушыларымыз өзіне берілген тапсырманы мінсіз орындап шықты. Енді бірінің ойы ұшқыр болса, енді бірінің қолы епті, тіпті кейбіреуі тәжірибелі маман екенде көрініп тұр. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл электр жабдықтарымен жұмыс жасау аса бір қиын жұмыстардың бірі екен. Себебі бір ғана қателік бүкіл құрылғыны істен шығарумен қоса адамның денсаулығына да зиян келтіруі әбден мүмкін. Дәл солай, Қасет. Өмірде де егер де бір шешімді дұрыс қабылдамасаң, барлығы басқаша болуы әбден мүмкін. Иә, ендеше біз дәл қазір үшінші кезеңімізді аяқтаймыз. Келесі кезеңге қатысушыларға сәттілік.